726 есеп. Бірінші бригада жұмысты 8 күнде, екінші бригада осы жұмысты 4 күнде орындайды. Екі бригада бірігіп жұмысты қанша күнде орындайды дейді. Так, бұл дейтін мынадай формулаға саламыз. Бірінші жұмысшы жұмысты 8 күнде, қысқаша берілгенін жазып алайын. Екінші жұмысшы жұмысты 4 күнде орындайды. Екеуі бірігіп қанша күнде орындайды да? Бұл негізі толық жазатын болсақ, бірінші жұмысшының жұмыс өнімділігі n деп белгіленеді, ол a бөлу t-ға тең. Сонда бірінші жұмысшының жұмыс өнімділігі n1. Бір жұмысты атқарады ғой екеуі де. Бір жұмысты 8 күнде 8-ден 1-ге тең. Екінші жұмысшының жұмыс өнімділігі бір жұмысты ол 4 күнде орындайды, 4-тен 1-ге тең. Ал енді жалпы жұмыс өнімділігі олардың жұмыс өнімділіктерінің қосындысына тең. Сонда жұмыс өнімділіктерін қосамыз. 8-ден 1 қосылған 4-тен 1 тең болады. Бір жұмысты орындайды қанша уақытта, күнде. Осыдан t-ны табамыз. Ортақ бөлім 8, 2-ден береміз. Сонда 8-ден 1 қосу 2 болады, 3 тең болады t-дан 1. Осыдан пропорция t-ны табу үшін 1-ді 8-ге көбейтіп 3-ке бөледі. Сонда 3-тен 8, 8-дің ішінде 3, 2 рет бар, 2 қалдық. 2,3-тен 2 күнде орындайды екен. 3-тен 2 деген сағатпен көрсетуге болады. Толық жазайын ба? Осылай 2 күн толық. 3-тен 2 деген ол 24 сағаттың 3-тен 2 бөлігі болады. 8 көбейтілген 2, 16 сағат. 2 күн 16 сағат орындайды екен. 27 есеп. Пропорциядан x-ті тап дейді. Жазайық пропорцияны. X минус 98,4 бөлінген минус 52 тең болады. Минус 2,5 бөлінген 1,3. Жаңағы айқастырып көбейтеміз, яғни 1,3-ті көбейтеміз. X минус 98,4-ке тең болады. Минус 52-ні көбейтемін минус 2,5-ке. Жақшаны мына жерде ашып алайын. 1,3 x минус 1,3-ті 98,4-ке көбейтемін. 12 бір ойда, 24, 25 x ойда, мұнда 27, 29 болады. 4, 8, 9, 2, 9, 7 бір ойда, 11 ойдағы мен 12 өтірден кейін 2 сан, 127,192 шығады екен. Тең болады. Енді мына жерде 2 теріс саны көбейтін соң сан, 52-ні 25-ке көбейтіп аламыз. 0, 26 ойдағы мен 4, 10, 0, 0, 1 ойда, 3, 1. Өтірден кейін 1 сан ғана, сонда 130 шығады екен. 130. 3 тұстайық, есептеуді черновикке орындаймыз. Енді 1,3x тең болады 130 қосылған 127,192 болады. Сонда 1,3x тең болады. Екеуін қосамын. 7, 5, 2, 257,192 шығады. Ендеше x тең болады. 257,192-ні 1,3-ке бөлемін. Өтір бір рет жылжиды. Сонда 2579,2 болады. 13-ке бөлсем, 25-дің ішінде бір рет бар. 13-ті азайтамын. 2, 10, 12. Келесі 7-ні түсірем. 127-ның ішінде шамамен 9 рет бар да. 7 бір x ойда 11. 10 қалдық. Келесі 9 түсірем. 109-ның ішінде 8 рет бар. 24 ойдағы мен мына жерде 10 болады. 5 қалдық. Келесі өтірді түсіреміз. Бірінші одан кейін 2-ні. Бұның ішінде 4 рет. 2 ойдағы мен 5 мына жерде. 0 қалдық. Сонда жауабы 198,4 шығады екен. Есептеулердің барлығын черновикке орындаймыз. 28 есеп. Амалдарды орындау қажет. Бірінші өрнек 17,4-тен 1 бөлу 3,19-дан 12 қосуымыз азайту 7,125. Так, бірінші бөлуді орындаймыз. Бөлшекке айналдырып алам. 4-тен 17-ні 4-ке көбейтсек 68 болады. Оған бірді қосам 69 бөлу. Мұнда 19-дан 19-ді 5-ке 3-ке көбейтсек 57 болады. 57-ге 12-ні қоссақ 69 болады.
минус 7,25-тің өзін жазамын. Бөлу көбейтуге айналады. 4-тен 69 көбейтілген кері бөлшекке көбейтіледі. Минус 7,25 тең болады. 69-дар қысқарады. 4-тен 19 қалады. 4-тен 19 азайтылған 7,25. Енді 19-ды 4-ке бөліп жүрейік. Оның ішінде 4 рет бар, 16, 3 қалдық. Өтір 30-дің ішінде 7 рет, 28-ді азайтам 2 қалдық, 20-ның ішінде 5. Сонда шығады 4,75. Азайтамын 7,25-ті. Үлкен таңбасы минусты қоямын, 7,25-тен 4,75-ті азайтамыз 0. Мұнда 12-ден 7-ні азайтсақ 5, өтір 6 қалды 2. Минус 2,5 шығады екен. Келесі екінші өрнек. 60-тан 37 бөлу 125-тен 74 көбейтілген 25-тен 12 қосу 3,3-тен 1. Так, барлығы жай бөлшек. Бөлуді көбейтуге айналдырамыз. 60-тан 37 көбейтілген 74-тен 125 көбейтілген 25-тен 12 болады, қосылған 3,3-тен 1. Барлығы көбейту осы жерде қысқарта беруге болады. 60 пен 12 қысқарады, мұнда 1, мұнда 5 қалады. 125 пен 25 қысқарады, 1, мұнда 5 қалады. 5 пен 5 қысқарады. 37 мен 74 қысқарады, 37-ге 1, мұнда 2 қалады. Сонда мұна жерде бөлімінде 2 қалды, алымында бірлер. Сонда 2-ден 1 қосылған 3,3-тен 1. 3 ортақ бөлім 6, мұнда 3-тен 2-ден берем. 6-дан 3 қосылған 2, 5. 3,6-дан 5 шығады. 729 есеп алгебралық өрнектің берілген сандық мәнін тап дейді. Ендеше өрнегіміз 3а минус 4v плюс 1. Мұндағы а тең 0,9, v тең минус 0,125 болғанда есептейміз. Орнына қоямын. Сонда 3 көбейтілген 0,109 минус 4 көбейтілген минус 0,125 плюс 1. 3-ті 0,109-ға көбейтсек 0,127 болады. Мына жерде минус пен минус көбейтіндісі плюс. 25-ті 4-ке көбейтсек 100, өтір ажыратамыз, сонда 1 болады. Плюс 1. 1-ге 1-ді 2 бүтін, 2 бүтінге 0,127-ні қоссақ 2,127 шығады.